Демек өте керемет күресіп, сенсациялық нәтижелер тіркеп, жеңіс тұғырына көтерілген болатын. Енді оның барысына барлығы куәгер болды. Мен сол Париж төрінде көрдім және содан кейін сұхбаттар жаздым, фильмдер түсірдім. Енді демеу туралы барынша ақпарат таратып жүрміз. Ал бұл жолы өмірінің еленбей қалған және осы спорттық мансабында шешуші рөлді атқаратын сәттерін зерттеп, зерделеп, осы басылымға түсірдік. Үлкен шығармашылық топ жұмыс жасады, яғни қазақ суретшілері, қазақ авторлары, оның сыртында жаңағы басқа да қызметкерлері бар. Бірнеше айлық еңбектің нәтижесі міне қолымызға тиіп отыр, яғни әлі ыстығы басылмаған. Осы еңбегіміз күреске қызыққан қазақ балаларының спорттық залға келіп, арқаланып, рухтанып, шабыттанып бір жетістікке жетуіне, алдағы уақытта мүмкін әлемдік аламандарда топ жаруына үлес қосып жатса, бұл біздің миссиямыздың орындалғаны деуге болады. Бұл кітаптар сатылмайды, бізде пайда табу деген мақсат жоқ. Яғни еліміздегі спорттық мектептер бар, спорттық орталықтар бар, соларға тегін таратамыз, жасөспірімдерге барынша қолжетімді қылуға тырысамыз. Бұған қоса ғаламторда да электронды нұсқасы болады. Кез келген адам кіріп, көз жүгіртіп, осылай қарап шығуына мүмкіндік бар. Амангелді Сейітхан ағамыз айтқандай, жеңісті күндерде жүздескенше.